Сырдарияға да келдік, жолымыз болды. Қандай кең дала, ауа тап-таза. Мұнда аудандар туралы жазылыпты. 1928 жылы құрылған екен. Жер көлемі де үлкен екен. Егін шаруашылығымен айналысатын болар. Халқы 40 мыңға жуық, ауылдар да көп екен. Бұл аудан туралы біраз дерек біліп алдық. Кеттік ендеше. Мұнда музей бар екен. Қандай музей? Еңбек даңқы музейі жаңадан салыныпты. Мұнда аллея салыныпты. Бұл қандай аллея екен? Сырдария ауданының құрметті азаматтарына арналған аллея. Жақсы екен. Біз Нағы Ильясов ауылына баруымыз керек еді. Ол жақтан қамқор тасын алуымыз керек еді. Ауыл жақын маңда. Баратын болсаңдар, мына кішкентай қызды бірге ала кетіңдерші. Қырмызы, сен мына балалармен ауылға жетіп қал. Жарайды. Қырмызы, бізбен бірге жүре ғой. Сендер біздің ауылдың қайда екенін білесіңдер ме? Жоқ, ал сен ше? Мен де жолды жақсы білмеймін. Олай болса, алдымен электронды анықтағыш арқылы бағытымызды анықтап алайық. Бағытымыз дұрыс екен, тура жүре береміз. Міне, Нағи ауылына келдік. Алақай! Ауыл емес, құтты бір жұмақ дерсің. Жап-жасыл, қандай әдемі ауыл. Иә, тап-таза. Біз ауылымызбен мақтанамыз. Ауылдан мықты азаматтар шыққан. Мысалы, Кеңес одағының батыры Нағы Ильясов, қазақ әйелдерінің ішінен тұңғыш шыққан социалистік еңбек ері Күләнда Абдраманова, социалистік еңбек ері Алдаберген Бейсенов, Абзал ИК серіктестігінің директоры Абзал Ералиев қара жердің берген ырысын туған жерін түлетуге арнады. Ауылдың ажарын ашу үшін жиғанын жомарттықпен жұмсады. Қандай керемет! Мен өскенде тура осы Абзал атадай боламын. Туған жерімді көркейтемін, гүлдендіремін. Мұнда мәдениет үйі бар. Гүлдері қандай керемет, тура Астанадағыдай. Иә, Биг Бен де бар екен. Жүріңіздер, мен сіздерге ауылды аралатайын. О, су бұрқақ. Спорт алаңы, бар жағдайлар жасалған ауыл екен. Достар, жүріңдер, біздің үйге барайық. Ата-анаммен таныс боласыңдар. Сәлем, әке. Сәлем, анашым. Келе қойыңдар, балалар. Әке, мен достарымды ертіп келдім. Мына сүйкімді қыз Ару, ал мынау Мәди және Әли. Қош келдіңдер, балақайлар. Біздің Сырдария ауданы киелі мекендердің бірі. Бізден қаншама құрметті кісілер шықты десеңші. Тарихы сонау колхоздастыру кезеңінен бастау алатын Сырдария ауданы аграрлы аудан. Аудан орталығы Тереңөзек кенті. Тағдырын күрішпен байланыстыратын қасиетті мекеннен есімі Сыр аймағына ғана емес, елімізге танымал 8 социалистік еңбек ері, 2 Кеңес одағының батыры шыққан. Еңбектен бақытын тапқан атақты тұлғалардың еңбектері, атқарған жұмыстары қазіргі таңда аудан орталығындағы Еңбек даңқы музейінде сақтаулы тұр. Сырдария ауданынан Тапал Ахун, Қалжан Ахун, Шортанбай би, драматург Қалтай Мұхамбетжан, ақын жазушы Асқар Тоқмағамбетов, журналист Әбдіраш Жәмішев, Қайырбек Асанов, халық әртісі Сәбира Майханова, ақын Жадыра Дәрібаева, композитор Рамазан Тайманов, әнші Жеңіс Ысқақова секілді тұлғалар шыққан. Әкетай, үйге келген достарымның мазасын алдыңыз ғой. Адам келсе болды, ауданды мақтай жөнелесіз. Қырмызы, оның не? Әкеміз дұрыс айтып отыр. Бізге білсін деп айтып отыр. Мысалы, менің ата-анам жоқ. Олар менің кішкентай кезімде дүниеден өтіп кеткен. Ата-ананы қадірлей білу керек қой. Кешіріңіз, әке. Байқамай қалдым. Енді қайталанбайды. Міне, енді дұрыс болды. Рұқсат болса, біз жүрейік. Мен сіздерді шығарып салайын. Достар, міне, тағы хат келді. Балалар, сендер адасып кеткен Қырмызыны үйіне алып келіп, жақсылық жасадыңыздар. Енді сендер қамқор кілтіне ие болдыңдар. Келесі аялдамаларың Жалағаш дейді. Онда Жалағашқа баруымыз керек қой.
ендеше машинаға жүріңдер. Мен сендерді жалағашқа дейін шығарып салайын.